Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер қауым. Менің есімім Самат, және менің қасымда жұбайым Жаңабике. Біз бүгін Қаныш Сәтбаев туралы әңгіме өрбітпекпіз. Біздің қолымызда Қалмұқан Исабайдың «Қаныш аға осындай» деген кітабы. Біз осы кітапты оқып аяқтадық. Маған негізі Қаныш Сәтбаевтың өте бір ұнаған қасиеті ол жомарттық. Ер азаматқа жомарттық өте қатты жарасады, және қазақта сөз бар ғой, жомарт жігіт байымен тең деген. Ол кісінің қолы ашық, алдынан көмек сұрап келген жандардың бетін қайтармай деген бір оқиға айта кетейін. Бірде Бауыржан Момышұлы ғылым академиясының ашылуымен құттықтап, сол Қанышқа келеді ғой. Сөйтіп ғылым академиясы кітапханасына өзінің қолжазбаларын тапсырады. Сөйтіп мен жақсы, енді мен кетемін деп Бауыржан шығып бара жатқан кезде, сонда Қаныш айтады, жүр, біздің сарқытымыз бар деп. Сөйтіп асханаға дастарханды толтырып жая деген, және бір дорба ұсынады. Енді бізде айтады Қаныш, қазақта ыдысты бос қайтармайды деп. Шын ашып қараса, ішінде ақша толып тұр екен. Сосын Бауыржан айтады, мынау тым көп қой деп. Жоқ, біз сіздің мына ақша әйтеуір бір күні таусылады, ал сіздің берген кітап қолжазбаларыңыз ол талай жыл бізге азық болады деген екен. Сөйтсе ол дорбаның ішінде 60 мың сом бар екен. Ұлы отан соғысы туралы айтылады ғой, соғыс болып жатқан кез, адамдар ол жерде білім алу, оқу деген дүниелерді мүлдем ойламайтын кез ғой. Бірақ Қаныш сол уақытта жоғары басшылардың кабинеттеріне кіріп, біз институт, жаңа ғылыми институттар ашуымыз керек деп айтады. Сол соғыс жылдары 11 институтты Қаныш Сәтбаев ашқан болатын сол уақытта. Мәссаған. Соғыс жүріп жатқан уақытта. Соғыс жүріп жатқан уақытта. Және Қаныш Сәтбаевтың сол уақытта айтатын бір сөзі бар. Яғни, соғыс ол түбі аяқталады, және біз жеңеміз, мен оған сенемін, бірақ соғыс болды екен деп біз ғылымды, білімді тоқтатып қоюымызға болмайды дейді. Біздің баламыз оянды. Бірде Қанышқа Жарабек деген ақсақал келеді. Ол ақсақалдың баласы бар екен. Аты Шахимардан Есенов. Сонда Қанышқа айтады, міне менің балам Тау-Кен институтына оқуға түскенді қалайды, бірақ емтиханнан балы жетпей тұр, соған көмектесуіңізді сұраймын деп. Қаныш енді қазақтарға, әсіресе ғалымдарға, білім қуған жастарға өте жақсы көмектесетін. Жақсы дейді де, сөйтіп әлгі университеттің қызметкеріне хабарласып айтады ғой. Міне осындай Шахимардан Есенов деген жігіт бар, сіздер неге оны қабылдамай жатырсыздар деп. Аналар айтады, енді орыс тілінен балы жетпей жатыр дейді. Сонда Қаныштың мына бір сөзі маған қатты ұнады. Айтады, кеңді тіл емес, талант ашады депті. Біздің мына Баянауылда Қосым деген жігіт бар, қанша кен орнын ашты, ол өте сауатсыз болған, сондықтан мына баланы оқуға қабылдайтын болыңдар деп. Шахимардан оқуға түседі, өте жақсы білім алады. Содан соң ол кісі геология министрі болады, министрлер кеңесі төрағасының орынбасары болады. 1967 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының президенті болып сайланады. Көрдіңіздер ме? Кейін Лениндік сыйлыққа ие болады. Өте бұл, былай қарасаң, орыс тілін білмейтін адам кезінде оқуға да түсе алмаған, Қаныш оған сеп болды, ал түбінде қандай жетістікке жетті. Негізі Қаныштың өзі біраз жастардың сол уақыттағы ғалымдардың потенциалын бойынан байқайды да, біраз мүмкіндік берген ғой оларға. Тіпті мынау кітапта әңгімелеп отырған Бөпежан Аяпбергеновтың сұхбаты бойынша жазылып жатыр ғой, әңгімесі бойынша. Сол кісінің өзі бастапқыда жұмыс сұрап келген ғой Қанышқа. Содан бұл кісі 10-15 минут сөйлескеннен кейін, бұл адамнан бірдеңе шығады деп, оны басшылық қызметке тағайындайды. 20 жыл бойы Қаныштың жанында сенімді серік болып адал қызмет етеді. Енді Қаныш Сәтбаев өте жомарт болды деп айтып жатырмыз ғой, десе де өзінің үсті-басына қатты мән бермейтін. Жеңгеміз оған қанша қымбат киімдер, костюмдер, пальтолар алып берсе де, оны кимей, сандықтың түбінен ескі өзі үлкен киімдерін киіп алып сонымен жүргенді ұнатады екен. Сосын білесің бе, ол кісі зерттеу жұмыстарының барлығын ас бөлмеде жазған.
мына жақта жеңгеміз Таисия ханым тамақ пісіріп жатады, мына жақта ол кісі жазба жазып жатады. Сөйтсе Қаныштың көзін көргендер айтады ғой, ол кісінің кітаптарынан тамақтың иісі шығып тұратын, үстінен де тамақтың иісі шығып тұратын деп. Демек барлығы сылтау болып тұр ғой, үйде отырып жұмыс істеу, кез келген жерде отырып жұмыс істей беруге болады деген сөз ғой бұл. Әрине. Және тағы да бір қызық бір оқиға. Бұл Қаныш Сәтбаев бірде 50 жас мерейтойын атап өтпек болады. Бірақ ол кісінің өзі қаламайды оны. Негізі Қаныш мүлдем туған күн тойлайтын адам емес, және мақтағанды, біреу оны мақтағанды мүлдем қаламайды екен. Сосын енді қасындағы жігіттер айтады, енді Қанеке, енді сіз 50 жасқа толып жатырсыз, бұл енді бүкіл қазақ ғалымдары үшін үлкен мереке, сондықтан біз осыны атап өтейікші дейді. Енді Қаныш басында ойлайды, енді бір 50-60 адамның басын қосып, сол жерде бір шағын той болады деп. Жоқ, олай болған жоқ. Қаныштың 50 жасын естіп, жерден адамдар келіп құттықтай бастайды, оның барлығына дастархан жайылады. Енді бір республика деңгейінде атап өтілетін мереке болады ғой. Енді академияның ішінде мынандай ырду-дырду әңгімелер жүре бастайды ғой. Қаныш мемлекеттің ақшасын оңды солды шашып жатыр, өзінің атақ құмар бір кісі екен, өзінің тойын дүркіретіп тойлады деп. Мына жазбаның иесі Бөпежан деген кісі отырса, қасына ғылым кандидаты келіп айтады ғой, мына Қаныш деген өте бір есірген адам, жаңағы сөзді айтады ғой, мемлекеттің ақшасын оңды солды шашып жатыр, бұндай адамдар оңған адам емес деген сияқты. Дәл сол уақытта Ахмет Жұбанов та кіріп келеді. Сосын Ахмет Жұбанов енді Қаныш Сәтбаевты өте қатты құрметтейді, әлгі ғылым кандидатының сөзін жақтырмайды да, тұмсығынан бір переді ғой анан. Сөйтіп анау айтады, мен сендерді құртам немелер деп әлгі кісі кетіп қалады да. Сосын 1-2 күннен кейін КГБ-ның адамдары келеді. Жаңағы Бөпежанға айтады, дейсің Бөпежан, өткенде Ахмет Жұбанов бір кісіні ұрыпты ғой, не үшін ұрды дейді. Сосын Бөпежан айтады, мен ештеңке білмеймін, көрген жоқпын деп айтады. Сосын ана Ахмет Жұбанов деген ол мемлекет туралы жаман нәрселер айтыпты ғой деген сияқты енді бір ілік іздеп жатады ғой. Сосын айтып, жоқ, ондай нәрсе ештеңке болған жоқ деп. Мен ештеңке көрген жоқпын, ештеңке білмеймін, бәрі жақсы болды деп айтады. Сөйтіп айтады, егер сен жалған ақпарат берсең, онда сен өзің жауапқа тартыласың, және мына қолхатты жазып қалдыр, бұл біздің арамызда болған әңгімені еш жерде айтпайсың деген сияқты. Бөпежан деген кісі шошиды, қобалжиды, ұйқы қашады. Бір күні енді батылын жинап, Ахмет Жұбановқа барып түнде барып айтады. Осылай, аха, мынандай жағдай болып жатыр, маған өткенде КГБ-ның адамдары келіп тергеді, әлгі ғылым кандидаты бізді айтып берген екен, біздің артымызға түсті деген сияқты. Егер осындай оқиға болса, сізді тергеп жатса, айтыңыз, мен ешкімді ұрған жоқпын. Енді екеуміздің сөзіміз бір болуы керек деп. Сөйтіп ол кісі екеуі Ахмет Жұбанов ана кісіні ұрған үшін бастары бәлеге қала жазады, бірақ соңы реттеледі ғой. Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтбаев екеуі кездеседі. Сол кезде Мұхтар Әуезов айтады Қанышқа, осы Семей полигоны өте зұлмат болып жатыр, адамдар адам емес құбыжықты болып бастады, сондықтан бұны бір нәрсе қылып шешу керек, жаптыру керек деп. Сөйтіп Қаныш әрі ойланып, бері ойланып, экспедиция жібереді сол жаққа барып зерттеп келіңдер деп. Экспедиция жіберетін оны КГБ біледі. Сосын Қанышқа келіп айтады, Қаныш, сен неге экспедицияны жібердің деп. Сонда Қаныш айтады, ғылым дейді, ол тәуелсіз болу керек. Мемлекетке де халықтың денсаулығы маңызды шығар дейді. Сонда аналар айтады, жоқ, сен бізбен ақылдаспадың, экспедицияны кері қайтар деп. Амалсыз енді мықтылығын жасайды, экспедицияны кері қайтарылады. Сосын барып актив шақырылады қалалық. Сол кезде Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтбаевты ортаға салады. Сол уақытта Қанышқа дос болып жүргендердің барлығы тасата бастады. Сенің әкең кеңес түрмесінде шіріген, сенің бауырларын халық жауы атанған деп барлығы теріс айналып кетпей ма? Иә, кезінде Қанышаға деп жүргендердің барлығы ше қалалық активте жиналыста осындай кері сөздер айтады ғой. Енді Қаныш не істейді? Ол кісілерге ит қапты деп, оны қапсам менің иттен қай жерім кем деген сияқты ғой. Сондай болады да, сосын жарайды деп екеуі Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтбаев үйлеріне қайтады, бірақ дәл осы уақытта ғылым академиясы президенті қызметінен алынып тасталады. Бірнеше жылдан кейін қайтадан Қаныш Сәтбаевты осы ғылым академияның президенті болып сайлайды ғой. Сол уақытта ол ең бірінші тыңдырам деген шаруасы осы Семей полигонына байланысты болады. Яғни жаңағы принципшілдігін айтып жатырмын ғой. Ол сол уақытта сол үшін қудаланды, бірақ өзінің бітпей қалған тірлігін қайтадан сол лауазымды қызметке келгеннен кейін қайтадан соны аяғына дейін жеткіземін деп өзінің нақты ұстанымын жасап жатыр да. Иә. Енді ол кісіні Сталиннің өзі мойындаған ғой.
кезінде 20 ғалымды жинап алып, осы 20 ғалымға Мәскеудің шетінен саяжай бер деген ғой. Соның арасында біреуі Қаныш Сәтбаев болған. Өте беделді адам енді. Сосын КГБ-да оған ештеңе істей алмайтын да. Және экспедиция кетті деп айтып жатырмыз, жіберген. Сол экспедиция мүшелерін 2 жылға, 1 жылға сөйтіп андай түрмеге жабады ғой, лагерлерге жібереді. Ал бірақ Қанышқа ол жұмысынан босатқаннан басқа ештеңе істей алмайды. Маған бұл кітапта өте қатты әсер еткен оқиға Ахмет Байтұрсынұлы мен Қаныш Сәтбаевтың кездесуі. Сонда Ахмет айтады ғой Қанышқа ренжіп, елің басқа біреудің қарамағында болғанда оның жер байлығын ашып беру қаншалықты дұрыс деп. Сонда Қаныш, мен сізді түсіндім. Мені бұл салаға, тарихқа деген қызығушылығым әкелді, ал тарихта империя атаулы мәңгі өмір сүрмейді деген. Қазіргі күшті мемлекеттің күшін, мемлекеттің қаражатын пайдаланып, жер байлығымызды ашып алайық, кейін бұл мұра болып қазаққа қалады ғой. Сонда Ахмет Байтұрсынұлы Қаныштың көрегенділігіне тәнті болып, сәттілік тілеген екен. Рахмет Қаныш аға. Расымен Қаныш Сәтбаевтың топырағы торқа болсын, сол кісінің еңбегінің нәтижесінде, сол кісінің бастамасымен, мысалы Жезқазғандағы мұз қоры бар, қанша кен орындары бар, бюджетке миллиардтап пайда әкеліп жатыр ғой.